Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 20 наурыз күніне болжам. Бүгінгі күнде шаш қайдыруға жақсы, жол жүруге де жақсы. Хотя бы прогулкаға кетіп баратсаңыз, үйден жұмысқа шығып баратсаңыз да, міндетті түрде күнге қарап тілек тілеңіздер, орындалады тілеген тілектеріңіз. Бірақ бүгін бір минусы не цивилизованное наказание, не любви деп жатырмыз ғой. Әсіресе картасында кімде қоян бар, қоян жылғы, тышқан жылғы, либо март айында туылсаңыз, базы картаңызды білсеңіз, қоян тышқан бар болса, либо декабрь айында туылған болсаңыз, январдың 7-сіне дейін, апрельдің 5-сіне дейін эмоциямызға байлаймыз, өзіңіз жылағыңыз келіп, ұрыс шығарғыңыз келуі де мүмкін, басқа адамдар да дәл солай сізге жасауы мүмкін, сондықтан эмоциямызды көрсетпейміз, бүгін ұрыспауға тырысамыз. Дерево инь, земля инь белгісі асыл адам, көмек сұраңыздар, көмек міндетті түрде беріледі. Металл индерге білім алуға өте жақсы күн болып тұр. Білім алуға ма, либо инсайт, көзқарасыңыз өзгеруге ма, осындай. Ал январь айында туылғандарға бүгін дәрігерге көрінуге өте жақсы, либо витамин ішіңіздер, БАД ішіңіздер. Қояндар бүгін сұлусыздар, клиент өте жақсы келеді. Қоян жылғы, қоян айында туылсаңыз, базы картаңызда қоян күн тұрса, бүгін бойдақ болсаңыздар, танысыңыздар. Сұлу энергиясын алып келеді. Заттарыңызды сатуға жақсы ғой негізі. Және бүгін үйден тәтті иіс шықсын. Міндетті түрде тілектеріңіз орындалады.